Мына ең скандальный сурет кімнің есінде? Бұл суретте мына әдемі әйел, оның күйеуі және 3 ұлдары бар. Осы суреттен соң бұл әйелді бүкіл әлем жек көріп кетті. Тіпті менің де есімде, мектеп оқып жүргенімде осы фотоны көріп, ондағы оқиғаны біліп, шоке болып жүретінбіз. В общем, былай, мына әйел менің түрім табиғатымнан, яғни туылғаннан осындай әдемімін, операция жасамағанмын деп бай еркекке тұрмысқа шығып алады. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай 3 ұл бала туған, алайда 3 ұлда былайша айтқанда түрлері онша емес болып туылған. Қарап тұрсаңыздар, әйелдің өзі де, күйеуі де вполне симпатичный адамдар. Сөйтсе, мына әйел операция жасап бүкіл түрін өзгерткен болып шығады ғой. Яғни алдыңғы түрі быт-шыт болған екен. Сонымен күйеуі оны сотқа беріп, ажырасып, ұлдарын тартып алыпты. Осы айтқандарыма сеніп отырсыздар ма? Өкінішке орай бұның барлығы өтірік. Арсыз журналистердің хайп қуу мақсатында ойлап тапқандары. Қазір бәрін түсіндіріп беремін. Сәлеміздер, мен Диана Кю. Осы роликтегі әртүрлі адамдардың шын өмірлерінен алынған оқиғаларды естіп, ұмыта алмай қаласыздар. Өзі бала туып, өзі көміп тастады. Диснейдің жұмысшылары бір қызды зорлаған ба? Өз егізін жеп қойған әйел жан басынан оқ кіріп қайтыс болды. Мына суреттің нағыз шындығын айтып берейін. Бұл қыз ешқандай да мына еркектің әйелі емес, ол модель. Көптеген компаниялармен модель болып жұмыс істеп жүрген и әжептәуір атақты болған. Бір күні оны тағы да бір рекламаға суретке түсуге шақырады. Жай ғана интернетке отбасылық сурет салу үшін ғой деп түсіндірген екен. Қыз барады, суретке түсіп, ақшасын алып үйіне қайтады. Бірақ бірнеше күннен соң дәл сол фотоны интернеттен қалай көрді десеңіздерші. Фото ғой, мейлі ондағы жазуды айтсаңыздаршы. Бұл сұмдық балаларыңа қалай түсіндіріп бересің, яғни пластикалық операция жасағаныңды деп жазылып тұрды. Қыз оны көріп шоке болған. Біріншіден, мына түрі онша емес, балалардың суреттері де фотошоп екен. Яғни олардың түрі бұндай емес. Екіншіден, сенің фотоңнан скандал жасаймыз деп ешкім ескертпеген. Қытайдан бөлек бұны бүкіл әлем біліп, мына қызды не за что жек көріп кетті. Олар күйеуіне обал болды. Әйелінің түрі алдын урод болған екен. Балаларын айтсайшы, түрлері сұмдық деп. В общем, ешкім шындықты іздеп отырмады ғой. Ең аяныштысын білесіздер ме? Бұл бейшара қыз өмірінде бір рет болсын операция жасатпаған екен. Түрінің еш жерін өзгертпеген де. Сол кезден бастап қыздың өмірі бүтіндей өзгереді. Оны ешкім рекламаға, яғни съемкаға шақырмай қояды. Тіпті туыстарының өзі сол өсекке сеніп қызбен араласпай қойған екен. Because of what has happened, I haven't been able to sleep well, and I've broken down many times crying. I keep thinking, why is this happening to me? Того жаман болып кеткен сонша өз-өзіне бірдеңе жасамақшы да болған. Әрине, бұл бірнеше жыл бұрын болған оқиға. Қыздың қазір қандай жағдайда екенін және немен айналысып жүргенін білмеймін. Бірақ кейде біздің көзіміз соншалықты көр деймін да, любой нәрсеге сеніп кете береміз. Дұрыс па? Круиз лайнер, яғни Титаник сияқты адамдарды әртүрлі жерге апарып саяхаттап жүретін осындай үлкен кеме. Диснейде бұндай кеме 1999 жылы пайда болды. Ой, енді ішінде бәрі болды. Отель, Диснейдің персонаждары, концерт, театр, ресторан, бәрі. Былайша айтқанда кішкентай қалашық қой. 2012 жылы Дисней барынша жасармақшы болған сұмдық нәрсе болады. 11 жасар қыз бен оның әжесі Диснейдің осы кемесінің ішінде демалып жүреді. Бір күні сол 11 жасар қыз бір өзі лифтке кіргенде жұмысшылардың бірі, яғни охранник па бірдеңе қызға тисе бастайды. Ал бұл тисе бастағаны ол әшейін қарындас таныспадық па әу-мәу деген нәрселер емес. Бұл еркек сымақ кәдімгідей лифттің ішінде оны қорламақшы болған. Түсіндіңіздер ғой, ә? Лифттен шығып кетіп сразу әжесіне барып айтып береді. Әжесі екеуі барып жұмысшыларға жалбыз жасайды. Ол жақта осы Доу атты әйел болған екен. Доу камераны қараса, шынымен де охранниктің 11 жасар қызға не істеп жатқанын көріп шок болған. Мына жерде охранник пен қыз лифтке кіріп жатқанын көруге болады, ал лифттің ішіндегісін ешкімге көрсетпеген, өйткені сұмдық нәрсе болған. Доу сразу кеменің басшыларына барып айтқанда, олар не дейді деп ойлайсыздар? Бұл жайлы ешкімге ештеңе айтушы болма, аузыңды жауып жүр деп айтқан екен. Тура сол уақытта ана охранник беймарал дым болмағандай жұмыс істеп жүре берген ғой. Жоқ, полицияға ештеңе айтпаса да, хотя бы охранникті кеменің бір жеріне қамап қойғанда болар еді ғой. Тек сол 11 жасар қызды ғана емес, басқа да балаларға тиіскенде не болар еді? Енді ең қызығы, сол 11 жасар қыздың әжесінен кейін тағы да полицияға бересің ба деп сұраса, жоқ, барлығы жақсы, ештеңе етпейді деп айта салған.
болды. Примерно әженің қалтасын ақшаға толтырған болып тұр ғой. Сомен мына охранник жазасын алмақ түгілі, оған еще компанияның өзі арнайы самолет жалдап, үйіне дым болмағандай жібере салған ғой. Ол да мәз болып істерін істеп алып, үйіне кете салды. Болды. Call now and discover uncharted magic. 2016 жыл. Америкадағы ең бақытты отбасылардың бірі Ричардсон отбасы. Папасы, мамасы, ұлы және қызы. Біздің басты кейіпкеріміз қыздары Скайлер. Мектеп оқушысы. 2017 жылы Брэндон деген жігітпен кездесіп бастайды. Жігіті өте қамқор, сондай бір керемет жігіт болған екен. Арадан бірнеше ай өткен соң Скайлер семіріп бастайды. Ата-анасы қуанып кетеді. Қызымыз қатты арық еді, наконец салмақ жинап бастады ғой деп. Біраз күндерден соң мамасы Скайлерді гинекологқа алып барады. Не дегенмен жігітпен жүріп жүр ғой, екі қабат болып қалмасын деп тексертуге алып барыпты. Мамасы сыртта күтіп тұрған, кейін Скайлер врачтан шыққан соң жылап жіберіпті. Әй, не болып қалды деп сұраса, бәрі жақсы мама, бірінші рет келіп тұрмын гинекологқа, жай қобалжып кеттім ғой деп айта салыпты. Аха, ол күн өтіп кетті. Скайлер мектеп бітірушісі еді. Көктемде оларға выпускной болады. Сол жаққа осы қызыл көйлекті киіп барады. Осы суреттен бірдеңе байқамадыңыздар ма? Уақыт өтіп жаз да келіп қалады. Бір күні есікті тақылдатып үйге полиция келіп Скайлерді әкетіп қалады. Сонда полиция Скайлердің үйінің артында жерге көміліп тұрған жаңа туылған бөпенің денесін тауыпты. Уже өздеріңіз түсініп тұрсыздар ғой, иә? Мына фотода Скайлерде семіздік емес, ішінде бала болған екен. Жаңа мамасы гинекологқа алып барды деп едім ғой. Скайлер сол кезде білген ғой екі қабат екен. Бірақ Скайлер жылап, аңырап отырып врачқа мамаға айтпаңызшы деп жалынған. Врач жарайды деп айтпай қоя салған. Скайлер ешкімге айтпай, барлығын өзім шешемін деген ойға келеді. Сөйтіп жүріп таңғы 5-те өз үйінің туалетінде босанып алады. Бала туылған соң унитазға түскен екен. Үйінде бәрі ұйықтап жатқан, ешкім ешқандай дыбыс естімеген. Өлә, мен өзім 2 рет туғамда, ана жақта не бір айқайлар кетеді дейсіздер. Үйше барлығы үлкен әйелдер. Ал Скайлер оқушы ғой, ешқандай дыбыс шығармай, өзі тып-тыныш туып келген ғой. Енді қыздың полицияға айтуы бойынша, қыз бөпе туылған екен және оған Аннабель деген есім қойыпты. Бірақ қыз өлі туылыпты. Сол үшін де ешкімге ештеңе айтпай, үйінің артына барып баланы көміп келіпті. What did you use? Так, енді көбіңіздің ойыңыздағы сұрақ ол, егер Скайлер ешкімге айтпаса, полиция қалай біліп қойды? Бәрі просто. Сол гинеколог Скайлерді шақырған, сен уже туып қойыпсың ғой, қалай болды деп сұрағанда, я тудым, бірақ ол өлі туылды, оны сразу апарып көміп тастадым деп айтып отырыпты. Оны естіп шок болған гинеколог сразу полицияға хабарласқан. Бірақ бұл оқиғадағы ең жаман білесіздер ме? Қыздан тағы бір рет бала өлі туылды ма деп сұрағанда, білмеймін, вроде 1-2 дыбыс шығарғандай болды деп айтыпты. Сонда бейшара бөпе тірідей көмілген болуы да мүмкін. Оны қойшы мейлі. Скайлер еще бөпені жақпақшы болған ғой. Иә, бірінші зажигалкамен жағып өлтірмекші болып, кейін оны көміп келген. Бөпеге жаным ашып кеткенін ай. Так, сонымен Скайлерге 3 жыл берді. Яғни түрмеде 3 жыл отырып шықты. Қазір оның жасы 24-те. Менімен жасты екен. Кәдімгі өмірін сүріп жүр. 3 жыл аз ба, әлде норм ба? Комментке өз ойларыңызды жазыңыздаршы, әйтпесе маған бұл аз сияқты. 1999 жыл. 19 жасар Лидия жігіті 18 жасар Джеймиге тұрмысқа шығады. Арадан жылдар өтіп 3 балалары дүниеге келеді. Және Лидия 4-шісіне 2 қабат еді. Тура сол кезде күйеуінің басқа біреуі бар екенін біледі. Ал содан бастап бүкіл сұмдық басталады. Лидия изменщикпен тұрмаймын деп ажырасуға арыз тастап, алиментке де арыз жазады. Алиментті білеміз не екен? Мама, папа ажырасқанда, егер балалар анасында қалса, папасы балаларына алимент төлеу керек болады. Или же керісінше. Так, алиментті растау үшін балалардың әкесі точно Джейми ма жоқ па деп тест ДНК тапсыру керек болады. Бар қызық енді басталады. ДНК тесттің нәтижесі шыққан соң Лидияны полиция шақырады. Не болып жатыр өзі деп түсінбей полицияға барса, Лидиядан былай сұрапты. Сіз кімсіз өзі? Кімнің балалары мынау? Сонда тест ДНК-ның нәтижесі бойынша балалар шынымен Лидияның күйеуінен болған, бірақ Лидия оларды тумаған болып шықты. Иә, балалардың анасы Лидия емес, басқа әйел болып шықты. Лидия болса мүмкін емес, оларды мен өзім тудым. Тіпті ата-анам мен туып жатқанда қасымда болған, міне оның суреттері деп көрсеткен. Бірақ оған сенбеді.
Сонда былай жасаймыз деді. Лидия 4-шісіне 2 қабат дедім ғой. Ол туып жатқанда полиция арнайы бір адамды жібереді. Ол адам Лидия толықтай туғанша қасында тұрады да, туа салысымен сол бөпеден ДНК тест алады. Сонымен шынымен солай жасады. Бала Лидиядан шыға салуымен одан анализ алды. Ал сонымен не болды деп ойлайсыздар? Ол баланы да Лидия тумаған болып шықты. Бәрі в шоке. Қалайша көзіміздің алдымызда туды, бірақ ол бала Лидиянікі емес. Сөйтіп енді Лидияның өзін тексерсе, Лидия өзінің егіз сіңілін жеп қойған болып шықты. Не болып кетті деп тұрсыздар ма? Так, в общем, Лидия мамасының ішінде кезде өзінен бөлек егізі де болған. Бірақ егізі оған қарағанда әлсіз болғандықтан Лидия оны жеп қойған. Иә, бұндай да болады екен. Бұл химера деп аталады. Google'дан іздеп көрсеңіздер де болады. Сонда сол жеп қойған егізінің маткасы, яғни бала көтеретін жатыры Лидияның ішінде қалып кеткен. В общем, 2 адам бірігіп кеткен ғой. Сонда Лидияның ішінде 2 адам өмір сүріп жатыр. Сол екінші адам, яғни Лидияның сіңілі 4 баланы да туған болып тұр. Сонда Лидияның өзінің балалары өзіне жиен болып тұр ғой. Иә, естімеген елде көп. 2010 жыл. Америкадағы элегант қонақ үйі. Бүкіл сұмдық Америкада бола ма бірдеңе. Грет атты ағай командировкада жүріп, жұмыстарын бітіріп отельге қайта келеді. Әйеліне менде бәрі жақсы жаным деп жазып, спальныйда рахаттанып жатып, кино көріп демалуды жөн санайды. Азанда әйелі оған хабарласып түсе алмай, жұмысына хабарласады. Сөйтсе, жоқ, чота ол бүгін жұмысқа келмеді дейді. Әйелі өтініш, оның бұндай әдеті жоқ еді. Отельге барып тексеріңіздерші дейді. Жарайды деп шынымен отельге барып, номерінің есігін қақса, ешкім ашпайды. Сонымен отельдің жұмысшылары келіп есікті ашса, Грет жерде осылай жатыр екен. Грет қайтыс болған. Енді ең қызығы әрі түсініксізі ол Греттің сыртынан қараса дым да жоқ. Еш жерінен ешкім ұрмаған, көгерген із де жоқ, ешкім ешқандай зорлық көрсетпеген. Бірақ ішкі органдары болса, тура біреу оны өлгенше аямай ұрған сияқты. Бүкіл сүйектері сынып, органдарының быт-шыты шығып жатыр. Бұл қалай болды сонда? Оны сырттан біреу ұрмаса, дым да істемесе, қалай ішкі органдары өзімен өзі сынып кетеді? Бөлмеге ешкім кірмеген де. Енді мына суретке мұқият қарап көріңіздерші. Бірдеңе байқадыңыздар ма? Басында мен сияқты сіздерде дым да байқамай тұрған шығарсыздар. Мұқият қарасаңыздар, тесік тұр. Бұл атылған оқтың ізі. Гретті біреу басқа бөлмеден оқ атып өлтірген. Сонда оқ атылған соң спальныйда демалып жатқан Греттің тура жамбасындағы тесігіне кіріп кеткен. Сол үшін Греттің сырты бүтін, бірақ ішкі органдары сұмдық болып кеткен. Соншама тура атқан кім десеңіздер, ол арғы бөлмедегі ішіп алған электрик. Ішкілікке тойып алып, қолына пистолет алып, бутылкаға атып ойнап отқанда оқ арғы бөлмеге атылып тура Греттің жамбасына кіріп кеткен. Арғы бөлмеде ешкім жоқ шығар деп ойлап, просто дуалдағы тесікті зубной пастамен жаба салған болды. И соны полицияда ешкім басында байқамаған ғой. Кейін сол оқ атқан электрик 10 жылға қамалды. Иә, бүгінгі видеодағы барлық сұмдық оқиғалар шын өмірде болған оқиғалар. Осындай формат ұнаған болса, лайк басып, коммент жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің жай ғана лайктарыңыз менің каналымның дамуына жақсы үлесін қосады. Ал сіздермен болған Диана Кю, келесі роликте кездескенше.